дегеніміз біріншіден ол заңды тұрғыда көрсетілген төлем ақылары белгіленген, сақтандыру сыйақысы көрсетілген тарифтік негізде және де әр азаматтың міндетті түрде жасау керек. Міндетті сақтандыру бұл заң бойынша рәсімделуге тиіс сақтандыру. Көлік құралын міндетті сақтандыру дегеніміз ол сіздің көлігіңізді емес, басқа да адамдарды немесе көлік құралын мүлкін не сіз зиян келтіретін болсаңыз, сол себепте ғана ол төлемақы төленеді, сіздің көлігіңізге төленбейді. Тағы бір келеңсіз жағдай болды. Пәтерімді су басты. Көршілеріме барсам, біз кінәлі емеспіз дейді. КСК-ға барсам, біз де кінәлі емеспіз дейді. Сонда ақшасы кім төлейді? Егер де пәтерім сақтаулы болса, ақшасын алар еді. Бір жолым болмай қойып, маған негізі бәрі сақтандыру керек. Ал сақтандыру деген не ол? Қалай сақтандыру? Нені сақтандыруға болады, нені болмайды? Соны түсіну керек енді. Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Мен көптеген жаңа білім алғым келеді. Және менде бәрі ойдағыдай болатынына сенемін. Не себепті өміріңізді сақтау керек деген сұрақты ашып айтқан кезде сақтандырудың не екенін көбісі ұғатын болар. Өзіңіздің ертеңгі күніңізге, өзіңіздің өміріңізге жауапкершілік ала отырып, ертеңгі күні артыңызда сізге жазатайым жағдай болған күнде бір тағдырдың тауқыметіне қалып кетпес үшін артыңыздағы адамдар, туысқандарыңыз, жақындарыңыз қаржылай көмек болу үшін сақтандырылу қажет. Кез келген жазатайым жағдайдан өмірден қайтқан жағдайда қаржылай көмек болу үшін. Және бұл сақтандырудың түрі дәл сол депозит сияқты ақшаны жинақтап көбейтуге мүмкіндік береді. Өте қызық екен, жаңа айта кеттіңіз, депозит секілді ақша жинауға болады деп. Ол сонда қалай? Сақтандырудың екі түрі бар. Ол жай жазатайым жағдайлардан сақтандыру, және екіншісі жинақтау арқылы сақтандыру. Жаңағы депозит сияқты дегеніміз ол жинақтау сақтандыру. Ол жерде полистің уақытысы мерзімі келген кезде сақтандыру сумасын толықтай аласыз, және кірісімен қосып, жаңағы үстіндегі пайызымен қосып аласыз. Үстіндегі пайызы дегеніміз ол полис күшіне енгеннен кейін 3 жылдан кейін компанияның кірісінен есептеледі. 3-тен 5%-ға дейін кіріс есептеледі әр полисқа. Мерзім біткен кезде сол 3-тен 5%-ға дейінгі үстіне қосылған кірісті сіз қоса аласыз. Сіз өзіңізге тиесілі кез келген мүлікті сақтандыра аласыз. Бұл жылжымайтын мүлік, тұрмыстық техника, жеке көлік және жиһаз болуы мүмкін. Сіз сондай-ақ қандай да бір мүлікке құқығыңызды сақтандыра аласыз. Ерікті сақтандырудың тек 2 шарты бар. Сіз сақтандырғыңыз келетін мүлікке меншік құқығыңыз бар, және сақтандыру төлемінің мөлшерін лайықты бағалау үшін бұл мүліктің құнын анықтауға болады. Келісім шартта сіздің мүлікті сақтандыратын тәуекелдерді көрсету маңызды. Есіңізде болсын, егер мысалы жер сілкінісі болса, нәтижесінде сіздің пәтеріңіз қираған болса, бірақ сіз сақтандыру тәуекелдерінің тізімінде мұндай жағдайды көрсетпеген болсаңыз, онда төлемді күтудің қажеті жоқ. Қызық, сақтандыруды тағы басқа қандай параметрлер бойынша бас тартылады? Өте қызық екен. Мен тағы бір қызықтырып отырған сұрақ, жазатайым бірдеңе болса деп айттыңыз, иә? Жазатайым жағдай. Жазатайым жағдай, иә. Егер де мен өз өмірімді сақтандырып, әдейі өзімнің қолымды немесе аяғымды жарақаттап, ақша ала аламын ба? Өте қызық сұрақ. Негізі көбінде былай өмірде де достарымыз сұрап жатады. Бұл жерде бізде тексеріс болады міндетті түрде. Ал оны сіз қалай тексересіз? Мүмкін оны мен мысалы құлап қалдым деп айта аламын, мысалы, немесе басқа бір жағдай болып қалды деп, оны сіз тексере алмайсыз ғой. Негізі сақтандыру компаниясы по факту дейді ғой, жазатайым жағдай болды ма, бізде жаңағы травмалар таблицасы бар. Соған орай сол таблицадағы кестедегі жарақаттар
болып жатса, біз оны төлейміз міндетті түрде. Ал бізде служба безопасности деген бар. Біздер медициналық орталықтармен тікелей байланыста боламыз, олар тексереді. Мысалы, жаңағы жарақаттарды кестесі деп айта кеттіңіз. Ол жерге қандай жарақаттар кіреді, мысалы? Барлығы дегенде біз бүкіл адамның дене мүшесіне қатысты барлық жарақаттарды кіргізгенбіз. Жаңағы тері дейді, сүйектердің барлық жарақаттар, сүйек сынуы, ушиб, кез келген жарақаттардың бәрі қамтылған. Ит тістеу, жаңағы жәндіктер тістеуге шейін, күйіп қалу, барлығы. Ол енді өте үлкен таблица травма, оны көрсету керек, оны айту керек. Иә, түсіндім. Әлбетте, егер сіздің жағдайыңыз сақтандыру шартында болмаса, немесе ол сақтандыру төлемінен алып тастау тізіміне енгізілген болса, төлемді күтудің қажеті жоқ. Ал егер компания мүлікті қасақана бүлдіргеніңізді дәлелдесе, төлем болмайды. Сонымен қатар, егер жәбірленуші сақтандыру компаниясына уақытында хабарласпаса, төлемнен бас тартылуы мүмкін. Мұндай жағдайлардың алдын алу үшін бірнеше қарапайым ережелерді ұмытпау керек. Егер сақтандыру жағдайы орын алса, дереу сақтандыру компаниясына хабарлаңыз. Сонымен қатар, дереу болған жағдайды тіркеу үшін өрт сөндірушілер, полиция, жедел жәрдем қызметтеріне қоңырау шалыңыз. Егер сіз бәрін келісімге сәйкес дұрыс жасаған болсаңыз, және әлі де төлеуден бас тартылған болса, онда бұл мәселені шешу үшін дереу қаржылық реттеушінің веб-сайтына хабарласыңыз. Бірақ, егер сіз алдамақ болсаңыз, сақтандыру компаниясы сізге хабарлай алатынын ұмытпаңыз. Жалпы сақтандыру компаниясын алдап, ақша алу қаншалықты шындыққа жанасады. Мен мысалы естідім, өмір сақтандыру арқылы өзіңнің оқуына ақша жинауға болады деп. Қалай ол сонда? Өзіңнің оқуыңа деген кезде сізге оқуға түсуге уже кеш па? Балалар, бізде ондай продукт бар, енді жеке сол жаңағы сол продуктқа тоқталатын болсақ, education дейтін программа бар. Ол баланы 2 жастан бастап сақтандыруға аламыз. Баладан бөлек әке-шешесі де ол полиста сақтандырылады. Өмірлері жаңағы таблица кестесі бойынша жазатайым жағдайдан сақтандырылады. Ол 2 жастан бастап бала кәмелет жасқа толғанша. Е болмаса өздері белгілейді. Ең қысқа мерзім ол 3 жыл. Бала кәмелет жасқа толғанша оқуға түседі деген уақытқа дейін полис қамтылады. Және ол полис біткенше өмірлері жазатайым жағдайдан сақтандырылатын болады. Және полис біткен уақытта сақтандыру суммасын алады. Дәл жаңағыдай сізге айтқандай, компанияның кіріс пайызы қосылып, ұлғайған пайыз қосылған страховой сумманы алады. Азаматтарға арналған үкіметтік омбудсмен арнайы орган бар. Ол сақтандыру компаниясы мен оның клиенті арасындағы қақтығыстарды шешуге қатысады. Сондықтан, өтініш беруші немесе сақтандыру ұйымы қателескен жағдайда ол күшіне енеді. Үшінші, тәуелсіз адам ретінде ол ең объективті шешімдер қабылдай алады. Ол жанжалды шешуге практикалық көмек көрсете алады және өзара ымыраға келуге үлес қосады. Сонымен қатар, қақтығыстан туындайтын мәселелерді шешуді жеңілдетеді және тездетеді. Осылайша, сіз сақтандыру компаниясын алдамауыңыз керек, өйткені қызметі сотқа беру мүмкін, бейтарап органдар бар. Сондықтан, мүлікті уақытында сақтандырыңыз және оған қасақана зиян келтірмеңіз. Әйтпесе, сіздің беделіңізді түсіріп, шынымен қажет болған кезде көмек алмай қалуыңыз мүмкін. Ал ол қашан қажет болады? Неліктен өз мүлкіңізді сақтандыру керексіз? Мен мысалы мынандай бір жағдайға түсіп қалдым. Егер де мен өз өмірімді сақтадым, өмір сүріп келе жатырмын, барлығы жақсы. Енді мысалы дүниеден оздым, иә? Сонда менің ақшам кімге қалады? Мен дүниеден озып кетсем, мен өзім ала алмадым ол ақшаны, өйткені озып кеттім, мысалы неше түрлі жағдай болып тұрады бұл өмірде. Иә, сақтандыру кезінде әуелі жаңағы арыз берген кезіңізде сізге мүмкіндік беріледі. Осындай жағдай болған кезде, өмірден озған кезде кім сіздің ақшаңызды ала алады дейтін жаңағы пункт болады, иә, сіз соны толтырасыз. Е болмаса, заң бойынша жаңағы артыңызда қалған мұрагер дейді ғой, сол ала алады. Заңды мұрагеріңіз ала алады. Өте қызық екен. Жазатайым оқиғалар болған кезде
адамдардың шығындарды жабуға ақшасы әрдайым болмауы мүмкін. Ал тәртіп бұзушылар қылмыс орнынан қашып құтыла алады. Сақтандыру тек осындай жағдайлар үшін жасалады. Себебі бұл сақтандыру жағдайының таңдауында пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл ретте әрбір меншік иесі өзіне қандай тәуекелдерден сақтандыруы маңызды екенін түсінуі керек. Қылмыс жиі болатын аймақтардың тұрғындары үйлерін тонаудан, ұрлықтан және өрттен сақтандырады. Жер сілкіні қаупі бар аудандардың тұрғындары жер сілкінісінен, жағалаудағы су тасқынынан. Көп қабатты тұрғындар көбінесе өрттен және көршілерінің мүлкіне зақым келтіру жағдайларына байланысты сақтандыруды таңдайды. Алайда сақтандыру жағдайының ықтималдығы неғұрлым жоғары болса, сақтандыру құны соғұрлым жоғары болатынын түсіну керек. Мысалы, егер сіздің аймағыңызда жер сілкіністері жиі орын алса, онда олардың зардаптарынан сақтандыру қымбатқа түседі. Кейбір мүлікті сақтандырудан басқа, ерікті сақтандырудың басқа түрлері бар. Мысалы, шетелге шығатындарды сақтандыру тәжірибесі сирек кездесетін құбылыс емес. Неліктен бұл өте қажет және маңызды, және ол қандай тәуекелдерді қамтиды? Егер де мен өз өмірімді сақтағым келсе, өмір сақтандыру компаниясына баратын болсам, сіз маған қандай кеңес берер едіңіз? Маман ретінде емес, мен де сол компанияның тұтынушысы ретінде, неге десеңіз, менде де ол компанияда полис бар. Мен жаңағы табысына орай, страховой сумма дейді ғой, жаңағы сақтандыру суммасына қарай таңдар едім. Кіріс қалай? Мысалға келтіретін болсақ, менде ай сайын 7000 төлейтін полис бар. Ал мерзім біткен кезде 2,5 миллион сақтандыру суммасы. Ал егер мен 7000 теңгеден 15 жыл жинайтын болсам, менде миллионның үстіне сәл асар аспас болатын еді. Сондықтан жаңағы сақтандыру суммасына орай таңдайтын едім полисті. Біздің мемлекетте өмір сақтандыру компанияларының жұмысын қандай мекеме, қандай ұйым қадағалайды? Қазақстан Республикасының қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігі. Ерікті сақтандыруды алу әр адамның жеке таңдауы. Бірақ мұндай мүмкіндік болған соң, одан бас тартпаған дұрыс. Ешкім ешқашан олардың қандай қаржылық қиындықтарға тап болатыны жайлы жазатайым оқиғаларды қалай жеңетінін білмейді. Бірақ егер сіз сақтандыру туралы шешім қабылдасаңыз, абай болыңыз. Жақсы беделге ие сенімді сақтандыру компаниясын таңдаңыз. Келісімшарттың барлық шарттарын оқып шығыңыз. Барлық ықтимал тәуекелдерді мұқият қарастырыңыз. Қандай жағдайларда сақтандыру өтемі төленетінін және қай жағдайда төленбейтінін біліп алыңыз. Сақ болыңыз және жалған кеңселерден өзіңізді қорғауға тырысыңыз. Сонда сіздің жазатайым оқиғалардан қауіпсіздік жастығыңыз дайын болады. Бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, менің түсінгенім, ерікті сақтандыру ерікті болғанымен де, ол міндетті түрде сақтандыру болу керек әр адамға. Неге десеңіздер, ол сіздердің болашаққа деген салымыңыз. Мысалы, сіз өзіңіздің құнды заттарыңызды сақтап қоятын болсаңыздар, сіздер мен сияқты келеңсіз жағдайға түспейтініне мен кәміл сенемін. Достар, менің сіздерге берер кеңесім, құнды заттарыңызды міндетті түрде сақтап қойыңыздар. Ана жолдан бері көлігіммен бірге, пәтеріммен бірге, бүгін таңертеңнен бастап өмірімді қалып Өмірді сақтандырудың басқа нұсқалары бар. Мысалы, Өмірде, мысалы үшін күтпеген кезде жазатайым жағдай болып қалуы мүмкін, денсаулыққа зиян келуі мүмкін. Солардың салдарынан шығынға ұшыраған кезде өтем алу үшін қажет сақтандыру. тәуекелдерді сақтандыру, жинақталған, ерікті зейнетақы және инвестициялық. Бұл негізі не үшін қажет? Негізі бір байқағаным, әр бөлме сайын мен ақылдарақ және қаржылай сауатты болып келе жатыр.